Саламатсыздар ма әріптестер? Алдыңғы видео сабақта біз қорлар бөліміне 4 түрлі қорды салуды үйрендік. Ұйымның архив қоры, жеке тұлғаның архив қоры, біріктірілген архив қор және архив коллекцияларын қалай салу керектігін көрсеттік. Енді осы қордың ішіне тізімдеме салуды көрсететін боламыз. Мысалға 146 қорды мен таңдайын. Істер құжаттар тізімдемесі деген бөлім ашылады. Тізімдеме қосу үшін қосу батырмасын басамыз. Одан кейін тізімдеменің түрін таңдауымыз керек. Бұл жерде тізімдеменің әртүрлі түрі бар. Сондықтан осы жерде өзіңіз қандай тізімдеме қосайын деп жатырсыз, осы жерден оқып, сол тізімдемені таңдауыңыз қажет. Біз ұйымның тұрақты сақталатын істерінің тізімдемесін қосамыз. Қосайын деп жатқан тізімдемені сіздерге көріп отыру үшін сканерден өткізіп қойдым. 2012-2018 жылдар аралығында тізімдемені енгізетін боламыз. Тізімдеменің номері 1, тізімдеменің атауы ұйымның тұрақты сақталатын істер тізімдемесі. Одан кейін тізімдеме бөлімі. Бұл жерде жылға, мерзімге, жылдар тізімі деп тұрады. Яғни сіздерге бір жылдың ғана құжатын қабылдаған болсаңыздар, жылға деген таңдайсыздар да жылын жазасыздар. Ал егер біздікіндей 2012-2018 жылдар аралығында болса, мерзімге деген таңдап, осы жерге 2012 және 2018 жылдар деп жазамыз. Одан кейін тізімдеменің қолжетімділік деңгейі. Бұл жерде тізімдемендегі құжаттардың құрамына қарай сіздер қолжетімділік деңгейін таңдауларыңыз керек. Біз тек мемлекеттік архивтер деген қолжетімділік деңгейін таңдаймыз. Осы жерде өзінің сипаттамасы болады, соны оқысаңыздар болады. Қандай қолжетімділік деңгейін таңдайтындарыңызды. Қолжетімділік деңгейін таңдап болғаннан кейін тізімдемені кім құрастырды, соны жазуымыз керек. Ол құрастырған тізімдеме ең соңғы бөлімде тұрады. Тізімдеме құрастырған маман деп құрастырған маманды жазамыз. Ағымдағы ұйымның қызметкері болса, осы галочка тұра береді. Ағымдағы ұйымның қызметкері болмаса, галочканы алып тастап, жұмыс орнын іздеуге болады, және ұйым таратылды, қайта ұйымдастырылды деп жұмыс орнын қазақша, орысша жазуға да болады. Жұмыс орнын енгізіп алғаннан кейін құрастырушының лауазымын жазу керек. Лауазымы кадр маманы. Одан кейін аты жөнін жазамыз. Қосу дегенді басамыз. Қосу дегеннен басқаннан кейін мінекей құрастырушы шықты. Одан кейін тізімдеменің құрылған күні. Нақты күні белгілі болса, нақты күні дегенге галочка қойып, осы жерге нақты күнін жазамыз. 5 сәуірде 2024 жылы. Енді тізімдеме ісін қарау туралы деректер. Осы тізімдемесін қарау туралы деректер деген жерге тізімдемені 3 түрлі комиссиямен бекітіледі, келісіледі. Сол 3 комиссияның қойған печатын енгізетін боламыз. Ол үшін қарастыруды қосу деген басамыз. Ең бірінші даталарына қарай қойып шығамыз. Бірінші сараптау комиссиясы мен мекеменің өзі келіскен. Шешім түріне келісілді деген таңдаймыз. Шешімді кім шығарған? Комиссия шығарған. Одан кейін әрекеттегі комиссия болса, галочка тұра береді, мекемені іздейсіздер. Егер әрекеттегі комиссия болмаса, галочканы алып тастап, ұйым таратылды, қайта ұйымдастырылды деп қолмен жазып шығуларыңызға болады. Мекеменің атын таңдағаннан кейін шешім күні, хаттаманың күнін, нақты күні белгілі болса, нақты күнін қоямыз және хаттаманың номерін жазатын боламыз. Бізде жаңа 2024 жыл 5 сәуірде болды. 2024 жыл сәуірдің 5-і. Хаттаманың номері бірінші хаттамамен келісілген. Комиссия түрі деген жерде сосын сараптау комиссиясы деген таңдайсыздар. Өздеріңіз осы жерден оқып шықсаңыздар, мінекей сараптама комиссиясының номер бірінші хаттамасымен келісілді деп тұр. Сол жерде бар ақпаратты енгізесіздер. Сақтау деген бастық. Осылайынан бірінші келісілді шықты. Одан кейін тағы да қарастыруды қосу дейміз. Бірінші беттегі 30 сәуірде сараптау тексеру комиссиясының 4-ші хаттамамен бекітілген печатын осы жерге енгізетін боламыз. Шешім түрі бекітілді. Комиссиямен. Комиссияның түрі сараптау комиссия емес, сараптау тексеру комиссиясы деген таңдаймыз. Комиссия ұйымын жазып алғаннан кейін хаттаманың күнін, нақты күні белгілі бізге. 4-ші хаттамамен 30 сәуірде 2024 жыл сәуірдің 30 күні номер 4-ші хаттамамен бекіткен. Сақтауды басамыз. Мінекей 2 печатымызды жазып шықтық. Енді қарастыруды қосу дегенді басамыз. Одан кейін бекітемін деп тұр тағы да. Ұйым басшысы, сол печатты енгіземіз. Бекітілді. Бұл жерде комиссиямен болмайды, лауазымды тұлғамен. Комиссияның түрі ұйым басшысы деген таңдайсыздар. Ағымдағы ұйымның қызметкері дегенді галочканы алып тастап, мекеменің атын және лауазымын және басшының атауын жазамыз.
Одан кейін егер де осылайынан күн жазылмаған жағдайда сіздер болжамды күн деген жерде ай мен жыл деп 2024 жыл сәуірдің 30-ына бекіген сараптау тексеру комиссиясымен бекіген болса, мамыр айына 2024 жыл мамыр айы дегенді қоямыз. Бұл жерде комиссиямен болмағандықтан хаттама нөмірі жоқ, сондықтан сақтау деген баса береміз. Осылайынан 3 печатты да енгізіп алдық. Одан кейін қабылданғанды растау күніне қоямыз. Сақтау дегенді басамыз. Осылайынан номері бірінші тізімдеме, атауы, тізімдеменің жылы, қай жыл мен қай жылдың аралығында құжат бар, және сақтау бірлігін енді енгізетін боламыз. Тағы бір айта кететінім, біраз жыл өткеннен кейін, мысалы сіздер 2012-2018 жыл құжатын қабылдадыңыздар, одан кейін 19 бен 25-тің мысалы құжаттарын қабылдаған болсаңыздар, одан кейін осы тізімдемені қалай енгізесіздер? Одан кейінгі тізімдемені қосу батырмасын басасыздар, мекеме таңдаулы, тізімдеменің түрі ұйымды тұрақты сақталатын істердің тізімдемесін таңдайсыздар. Бірінші тізімдеме ғой бізде, сол бірінші тізімдеме жалғасы болғандықтан сіздер бар тізімдеменің жалғасы дегенге галочка қоясыздар. Сол жерде тізімдеме бастамасы деген сіздерде таңдайтын поле пайда болады. Осы жерден ұйымның тұрақты сақталатын бірінші тізімдемесін таңдайсыздар. Одан кейін номері, аты барлығы өз автомат түрде қойылады. Сіздер жылын, одан кейін комиссияның уақыттарын құрастырушыны толтырып сақтауды басып сақтайсыздар.